Арнаға жаңадан қосылған көрермендеріңізге қайырлы таң дейміз. Бүгін біз ғылым тақырыбында әңгіме көріп жатырмыз. Енді студиямызға осы орайда тағы бір жас ғалым келіп жайғасты. Таныс болыңыздар. Жанғалиев Азамат үш тілде білім беретін номері 21 орта мектеп гимназиясының 11 класс оқушысы, республикалық халықаралық ғылыми жобалардың жеңімпазы. Қош келдің. Сәлеметсіздер ме? Қош келдік. Таңға көңіл-күй қалай? Жақсы, өздеріңіз. Керемет, енді өзіңіз секілді жас ғалымды көріп, одан сайын көтеріліп отыр, көңіл-күйіміз. Қазіргі таңда енді немен айналысып жатырмыз, оқудан бөлек? Оқудан бөлек осы робототехника саласында өзіміздің жұмысымызды атқарып жатырмыз. Осы салада біз көптеген жарыстарға қатысып, нәтиже көрсетудеміз. Одан бөлек алдағы уақытта тағы да бірнеше жарыстарға қатысамыз деген үміттеміз. Енді ойыңызға тағып алған медальдер туралы әңгімелеп өтейікші. Қандай жарыстан, қай елден алдық? Бұл осы жылы болған жарыстарға байланысты алынған медальдар. Оның біріншісі біз осы ақылды таяқты жасай отырып, облыстық деңгейде бірінші орын алған болатынбыз. Осы медаль бірінші орын сол облыстық деңгейден. Ал екіншісі ол осы февраль айында өткен, ақпан айында өткен республикалық деңгейдегі жарыстан екінші орын алған болатынбыз. Ақылды таяқша деп жатырсың. Біздің көрермендерімізге осы таяқша жайында түсіндіріп өтсең. Бұл таяқшамыз өзі Arduino платформасына сүйеніп жұмыс атқарады. Біз бұны өзімнің әріптесім, яғни досым екеуміз 3 жыл уақытында бойы ойластырып жасаған болатынбыз. Тек қана осы 2021 жылы нәтижеге жетіп, орындар алған болатынбыз. Бұл ақылды таяқша өзі Arduino платформасына сүйеніп жұмыс атқарады. Оның астыңғы бөлігінде өзінің датчиктер арқылы көзі көрмейтін зағип жандарға өзінің көмегін тигізіп, алдындағы кедергісін анықтай алады. Ол осы кедергіні көрген сәтте дыбыстық сигнал арқылы өзінің пайдаланушысына осындай белгі бере отырады. Енді бұл патент алып кәдімгідей бастап кеттіңіздер ме жұмысты? Патент әлі болған жоқ. Осы наурыз айында өткен халықаралық Жолдасбеков атындағы сайыстан бірінші орын алған болатынбыз. Осыдан кейін өзіміз шабыттанып, алдағы уақытта стартап ретінде бұл жобаны бірнеше жарыстарға ұсынғымыз келіп отыр. Олардың бірі осы мамыр айында өтетін Жұбанов университетінің өзінде өтетін стартап проект. Ол осы стартап проекттен біз орын алатын болсақ, бізге ақша бөлініп, біз осы жұмысты патенттеп, ары қарай өндіріске енгізе аламыз. Енді қарап отырсақ, қарапайым пластикалық таяқшадан жасалған, басқа енді болашақта егер патент алып жатқан жағдайда қандай материал алмастыру мүмкін? Өзгеріс енгізгіміз келеді, өйткені жай ғана таяқшалардың өзі, көз көрмейтін адамдардың, олар жіңішке алюминий таяқшасынан құрастырылған, олар адамның қолына жеңіл болып сезіледі. Ал біздің пластикалық таяқшамыз кішкене ауырлап. Сондықтан біз осы патент деген жағдайда алюминий таяқшасынан жасағымыз келеді. 11 сынып оқушысы екенсің, алдағы жоспарларымен бөліссең, қандай пән таңдайын деп жатырсың ұлттық бірыңғай тестілеуден, және қандай жоспарларың бар? Физика-математика бағытын таңдап отырмын. Алдағы уақытта бірнеше университеттерге ұсыныс білдіріп, өзім техникалық бағытты таңдағым келіп отыр. Жалпы енді бұдан басқа тағы қандай әлі жарыққа шыға қоймаған туындыларыңыз бар? Бірнеше туындыларымыз бар, бірақ оларды біз алдағы уақытта ондай әрі қарай дамытатын уақытымыз жоқ. Өйткені біз назарымыздың барлығын осы ақылды таяқшамызға аударып отырмыз. Алдағы уақытта тағы да бір байқаулар, жарыстар жоспарда бар ма? Иә. Жолдың бірі жаңағы стартап проект Жұбанов университеті өткізетін. Ал енді таяқшаның жасалуына тоқталып өтейікші, қанша уақыт кетті, идея қалай пайда болды, қайдан пайда болды? Осы досым екеуміз, біз мектеп кезінде мен осы робототехника үйірмесіне қатысып отырғаныма 4 жылдай болды. Осы үйірмеге қатысқан кезімде мен досымды кездестіріп, сыныптасым, өзге сыныпта оқитын. Екеуміз осы ой тастап ортаға осы ақылды таяқша жасау туралы өзіміздің ойымызбен бөліскен болатынбыз. 3 жыл көлемінде осы таяқшаны ойластырып, бір жылдың ішінде жасап тапқан болатынбыз. Бұның негізгі ойлауы осы төменгі жағында орналасқан Arduino платформасының программалауы болды. Осы программалау тілін үйреніп, осыған өзіне код жазған болатынбыз, датчиктермен байланыстырып. Және де біз осы наурыз айында өзгерістер енгіздік. Бұл өзіміздің датчик тек қана дыбыстық сигналдар бөлек, өзінің қол жағында ұстайтын вибродатчик арқылы жұмыс атқарады. Ол дегеніміз тек қана зағип жандардан бөлек, құлақ естімейтін жандар дыбыстық сигналдан бөлек осы вибро толқын арқылы өзінің алдындағы кедергісін анықтай алады. Бұны енді кәдімгі тексерістен өткізіп көрдіңіздер ме? Біз тексерістен карантиндік шараларға байланысты зағип жандармен кездесе алмадық. Ал біз одан бөлек өзіміз көзімізді шымылдықпен байлап, алдымыздағы кедергілерден өткен болатынбыз.
Осы робототехника деген қызығушылық қайдан пайда болды өзіңде? Робототехника өзім 7-ші сынып, 6-ші сыныптан бастап осы техникалық бағытқа өзімнің назарымды аударған болатынмын. Және де біздің мектебімізде сол жылдары көп аса назар аударылған болатын осы бағытқа. Соған байланысты робототехника үйірмесі ашылып, сол мұғаліммен бірге осы жарыстарға қатысып робототехника үйірмесіне өзімнің назарымды аудардым. Және де осы біздің мектебіміздің 21-ші мектебіміздің информатика пәнінің мұғалімі Дугаев Ерболат Маратұлы осы робототехника үйірмесінің басшысы. Және де біздің осы дарын ғылыми жобалар жарысына қатысып бізге көмекке тиісіп отырған ағайымыз сол. Енді өзің секілді қанша жас бар сенен басқа? Жалпы осы робототехникада бірдеңе жасап шығарам, бірдеңе осы адамзаттың дамуына, адамзат игілігі үшін қызмет етемін деп жүрген. Осы үйірмеге біздің мектебімізде 20-ға жуық оқушы қатысады. Олар 7-6 сынып оқушыларынан бастап 11-ші сыныптарға дейінгі оқушылар. Олар өздері осындай ғылыми жобаларға қатыспаса да, одан бөлек осы робототехника үйірмесінде бірнеше жарыстар болады. Ол Lego Mindstorm'нан құрастырылатын көптеген роботтармен жарыстар. Солардан қатысып жүлделі орындар алып отыр. Өзіңмен қатарлас жастарға қандай ақыл кеңесін айтасың жас ғалым ретінде? Оларға мен ішінде өзінің бір ойы болса, өзінің бір айналысатын хоббиі болса, оны іштен сақтамай, өзінің мұғалімдерімен бөлісіп, осындай дәрежеге жететіндей өздері ой тастасын дегім келеді. Енді көбіне ғылым қазір техника тілі ағылшынша ғой. Жалпы енді осында тіл түсіну, техниканың тілін түсіну уақытында сол мақсатында қиындық тудырмай ма? Қиындық тудырмайды, өйткені өзім үшін мен осындай тез техникалық бағыттағы заттарға өзім іштей қызығушылығым болғандықтан маған тез үйреніп кету ондай көп қиыншылық тудыртпайды. Робототехника саласы бойынша біздің елімізде жастарға деген қолдау көрсетіліп жатыр ма? Қолдау көрсетіліп жатыр, өйткені мен айтып отқанымдай 4 жыл бойы үйірмеге қатысамын. Сол жылдары бастап шығарылды. Одан бөлек біздің қаламызда IT мектептер көптеген ашыла бастады. Осы робототехника үйірмелерінде өте көп ақша бөлініп, көптеген конструкторлар, Lego, программалау, Arduino секілді көптеген платформалар сатып алынған болатын. Басқа енді өзіміздің Ақтөбеден, мысалы, өзің секілді жас ғалымдар шығып қуантып жатыр. Басқа өзге өңірлердегі өзің секілді жастардың қарқыны қалай байланысып тұрасыңдар ма бір-бірімен? Осы негізі шығармашылық адамды дамытатын ол тәжірибе алмасы ғой бір-бірімен. Біз олармен тікелей бетпе-бет сөйлескен жоқпыз, бірақ та осы карантиндік шараларға байланысты көптеген жарыстар бізде онлайн форматта болды. Соған байланысты Zoom платформасы арқылы өткен жағдайда біз өзіміздің проектімізді ұсындық, одан бөлек өзге де оқушылардың проекттерін бірнеше минут, 5 минут арасында олар түсіндіреді. Соларды біз өзіміз қарап, өзіміздің ойларымызбен бөлісіп, оларға сұрақ қойып, сөйтіп алмасып отырдық. Азамат, ғылыммен айналысудан басқа өзіңнің қандай қызығушылықтарың бар? Ғылыммен бөлек мен 3 жыл бойы таеквондо үйірмесіне қатысқан болатын, спорт үйірмесіне қатысқан. Енді алдағы уақытта жалпы ойлаған мақсаттарың, жаңағы жасап жатырған жобаларыңа сәттілік тілейміз. Енді бір қуантатыны, мәселен, біздің қаламызда жалпы ғылымға бет бұрған осылай адамзат ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген жастар шектеліп қалмайды. Соның бірі осы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ақылды терезе ойлап тапқан екен. Бұл ақылды тереземен жұмысымен қалай жұмыс жасайды, оған қанша уақыт кетті, ол туралы біздің әріптесіміз Мархабат Төребек барып жас ғалымдармен сұхбаттасып қайтқан екен. Ендеше кезекті бейнематериалға берейік.